Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен бүгін өздеріңіздің әріптестеріңіз, біздің группалас досымыз, студенттік жылдан бері танысып, білісіп, жақсы араласып кеткен досымыз Қаришев Мақсат Махмұтханұлы жайлы бір ауыз пікірімді білдірмекпін. Мақсаттың ең бір атап айтарлық ерекше қасиеттерінің бірі ол уәдеге, сөзіне беріктігін айтуға болады. Сондай-ақ досқа беріктігі. Кез келген уақытта уәдесінде тұра алатын, досына кез келген тығырықтан шығуға көмектесе алатын нағыз сенімді адам. Және де егер ол бірдеңе қолынан келмесе, оны досқа уәде беріп қоймайды. Сондықтан осындай бір ерекше қасиеті бір. Екінші бір ерекше қасиеттерінің бірі ол өз ісінің хас шебері, яғни майталман маман. Оған айқын дәлел ретінде Мақсаттың бірнеше жылдар бойы толассыз еңбек етіп, талай-талай оқушыларды пәндік олимпиадаларға апарып, оның ішінде республикалық олимпиадаларға, облыстық олимпиадаларға, Аманов атындағы аймақтық олимпиадаларда оқушыларының өте жоғары көрсеткіштер көрсеткені оның өз маманының хас шебер екендігін көрсетеді. Келесі тағы да бір ерекше қасиеттердің бірі ол әрқашанда жаңалыққа толы, жаңашыл мұғалім ретінде біз оны білеміз. Тек қана жаңашыл мұғалім емес, соның студенттік жылдарда да ол сондай жаңа идеяларға толы азамат ретінде өзін қалыптастырды. Және бүкіл біздің группалас достарымыз Мақсатты кез келген ортада өзінің жаңашылығымен, өзінің жаңа ойларымен кез келген ортада орнын таба білетін ерекше сондай бір шығармашыл тұлға ретінде танимыз. Мақсаттың тағы да ерекше бір қасиеттерінің бірі ол мына шахмат және дойбы ойындарының хас шебері, нағыз маман деп айтуға болады. Оған тағы да көрнекі мысал ретінде сонау студенттік жылдарда бүкіл университеттің профессорлық құрамы шахматтан, дойбыдан тығырыққа тіреп тұрып ойсырата жеңетін сәттер болған. Сондай-ақ облыстық сондай шахмат дойбыдан жарыстарда әрқашанда жүлдемен оралатын. Тағы да бір менің есімде қалғаны сонау 2009-2010 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетіне барып, сол жердегі механика математика факультетінің академик профессорларымен де шахмат дойбы ойнап, барлығын жеңгені есімде. Сол жерде өзіміз куәсі болдық. Және де жаңағы ағаларымыз сәл сыртқа шығып кеткен кезде мен Мақсаттан сұрадым. Мақсат, мына үлкен ақсақалдардан ұят болды. Бір рет, екі рет жеңіліп, ақырын кішілік танытасыз ба деп едім. Мақсат ешқандай неге келген жоқ. Ол кісілер келгеннен кейін оларды бір-екеуінен ақырын жеңіліп, өзінің сондай бір мәрттігін көрсетті сол жерде. Яғни үлкен ағалары өздерінің қайсы сезінбесін дегенде. Міне осындай бір ерекше қасиеттері Мақсаттың атап айтарлық. Осы Мақсаттың келешегіне еңбек жолында тек қана үлкен асуларды бағындырып, математиканың тарихында есімі алтын әріппен жазылып қалатын тұлға болуына шын жүректен тілектеспіз. Және сәтті